Баршаңызға жалында сәлем достар. Сіздермен бірге 101 фильм және бүгін сіздерге 2020 жылға Супермен Красный сын атты фильмін қысқаша айтып беретін боламын. Егерде сіз қосымша табыс көзін қайдан тапсам болады деп ойланып жүрсеңіз, онда менің YouTube'тан табыс табу туралы TikTok каналыма тіркеліңіз. YouTube жайлы қызықты ақпараттың бәрі сол жерде. Сілтеме видеоның описаниесінде көрсетілген, ал біз көпке созбай видеомызға оралайық. Ты символ всего, к чему мы стремимся. 1946 жылы КСРОның бір ауылында бұзақы балалар бір баланы ұрмақшы болады. Бірақ та жас бала қораға жасырынғанда көмекке Светлана атты қыз келеді. Жас қыз бірінші кезекте Дмитрий атты баланың сазайын бермекші. Егерде бұзақылар оған тиіскенді доғармаса, Светлана бәрінің сазайын беруге дайын. Бір кезде олар кете салсымен бала қорадан шығады. Светлананың айтуынша оған өзін қорғай білген жөн. Сол кезде жас бала не үшін бұзақылармен төбелеспегенін түсіндіреді. Өйткені ол өз өміріне емес, олардың өміріне алаңдайды екен. Себебі бірнеше апта алдын жас бала адам сенгісіз күшке ие болыпты. Дәлел ретінде бала тракторды көтерген болатын. Осыдан кейін ол жас қызды қолына алып аспанға көтеріледі. Светлана оған не болса да биліктің көмегіне жүгінуді ұсынуда. Өйткені бұндай күш мемлекет қауіпсіздігіне қызмет атқаруы тиіс. Осылай Светлананы тыңдаған жас бала біраз жылдан соң бүкіл ел танитын Суперменге айналды. КСРО әлемдік деңгейге жеткенде Супермен жайлы бүкіл әлем естіген болатын. Америка, Сталин де осындай мықты жауынгердің бар екеніне сене алатын емес. Оның ойынша Сталин әдейі оларды қорқытпақшы. Америка президенті Лекспен байланысқа шығып, оған өлмейтін адам жайлы бар шындықты білуді тапсырған еді. Ал Лекстің үкіметтен бар қалайтыны қомақты ақша мен КСРОның спутнигін Метрополиске құлату, және көп ұзамай бұған да қол жеткізді. Осы кезде Супермен Ресейдегі жаңа гидроэлектростанцияның ашылу салтында тұр. Сталин КСРО халқының батырлығы жайлы біраз сөз сөйлегеннен кейін Супермен гидроэлектростанцияны іске қосып қайта ұшып кетеді. Жігітке халық алдына шыққан ұнамаса да ұлттық образға сай болуға мәжбүр. Орбитасынан шыққан зенит дәл қазір Метрополиске қарай бағыт алды. 100 мыңдаған адамның өмірі қауіп үстінде, бірақ та оларды Супермен құтқарып қалды. Жігіт ракетаны алып теңізге тастауды шешті. Судан шыққан соң Супермен американдық тұрғындарға советтік бағытты насихаттауда. Лоис жігіттен сұхбат алып көрмекші, бірақ жігіт бұл ұсыныстан бас тартты. Сонда да кешке Супермен Лоисқа өзі келген еді. Лоистың айтуынша КСРОда Супермен ойлағандай барлығында жағдай жақсы емес. Әйел дәлелдеу үшін ұлттық зиялыларды қорлап жатқан ГУЛАГ базасын көрсетеді. Ал бұны көрген Супермен бәрін өзі тексермекші. ГУЛАГ бункері Супермен байқамас үшін шынымен де өзгеше материалдан тұрғызылған. Лифтпен төмен түскен жігіт ұлттық ғалымдардың қандай жағдайда өмір сүретіндерін көріп таң қалып тұр. Бұл жерде тас жүрек балада бар. Жас бала Супермен оларды ертерек құтқармағаны үшін оны жек көретін болып шықты. Өмір бойы осында жүрген бала ақыры жарқанаттармен достасып та алған. Бұл жерде Супермен бұрынғы құрбысы Светлананы да көреді. Қыз Суперменді бірінші болып білгені үшін осында қамалыпты. Тұтқындарды босатқан Супермен Светлананы өзі алып шығады, бірақ өкінішке орай құрбысы оның қолында қаза тапқан болатын. Сол кезде жігіт КСРОдағы билік тәртібін өзгерту керектігін түсінді. Бірінші кезекте Сталинге келген Супермен одан ГУЛАГтағы адамдарды босатуды талап етуде. Сталин болса оны әлі жас көріп бұндай іске бас қатырмауын айтады. Бірақ жігіт өз уәдесіне берік болғандықтан Сталинді аяусыз өлтірген еді. Осылай жігіт КСРОның жаңа президенті атанды. Лоис бұл хабарды күйеуіне айтқанда, Лекс бәрін білетін болып шықты. О баста жігіт Лоисқа ГУЛАГ жайлы ақпаратты берген соң, Суперменнің қандай әрекетке баратынын білген екен. КСРОда президент ауысқан соң, Лекс ФБР агенті Олдсонмен жолғады. Жігіт оған орбитадан шығып, Метрополиске құлай жаздаған жер серігін көрсетуде. Аппаратта Суперменнің генетикалық іздері бар. Ғалымдар осы іздерді жинап, өлмейтін адамның жаңа копиясын жасамақшы. Осы кезде бәрін өз қолына алған Супермен Кореядағы соғысты тоқтатып, барлық коммунизмдік елдерде әділдік орнатуға сөз береді. Көп замай Лекстің да жұмысы бітті. Ол қызметкерлерге Суперменнің копиясы Бизароны таныстыруда. Бизаро да Супермен секілді өте мықты, бірақ жігіт тек Лексқа ғана бағынады екен. Мәскеудегі жиналысқа принцесса Диана да келген болатын. Ол да Супермен ұстаған бағытты қолдайтын болып шықты.
Жиналыс біткен соң Пизарро мен Супермен екеуі бір-бірімен Кремльде шайқасып, ақыры таудың басына дейін жетеді. Супермен оған достасуды ұсынса да, Пизарро оны тыңдайтын емес, өйткені оның миссиясы коммунистік лидердің көзін жою. Бір кезде Лекс Пизарроның күшін максимумға апарғанда, жігіт шыдамай Суперменнің қолында балқып кетті. Лекс та бәрін осылай жоспарлапты, оның басты мақсаты Суперменге эмоциялық соққы жасау. 1961 жылы Берлин қоршамасы біткен кезде Супермен келіп оны қайта бұзған еді. Ал бұл уақытқа дейін Лекстің шашы түсіп қартайып қалған. Көп замай КСРО-ға жаңа қауіп төнеді. Ендігі кезекте Брейняк атты өзге ғаламшарлық киборг. Брейняк бір сәтте Сталинградтың жартысын кішірейтіп жібермекші. Бірақ Супермен оны да жеңіп, ақыры киборгты өзіне бағындырады. Енді Брейняк КСРО халқы үшін қызмет етуде. Соның арқасында елде кедейшілік пен ауру жойылып, дұрыс тәртіп орнатылды. Көп замай ГУЛАГтағы әлгі бала ержетіп, нағыз маскадағы кек қайтарушы болыпты. Әлі күнге дейін Суперменді жек көретін жігіт өзін Бэтмен деп атап, қалада теракт ұйымдастырады. Өрт кезінде үйде сәбимен қалған ананы Диана құтқарған еді. Мүмкін үйде тағы еркектер де қалған шығар. Бірақ Диана Суперменнен басқа ешқандай еркекті мойындамайды екен. Лекс та құр қол отырған жоқ. Космостан түскен жансыз өзге ғаламшарлық денені тапқан Лекс оны өз мақсатында қолданбақшы. Қайтыс болған жасыл сақина болатын, және Лекс оның сақинасын өзіне алып бұл жұмысты Джорданға тапсырады. Осы кезде Диана Суперменнің мінсіз мемлекет құру жайлы проектісін ойлауда. Жас қыз жігіттен күдіктене бастады, өйткені оған Суперменнің жаңа мемлекеттік талаптары ұнай қоймаған. Көп ұзамай Диана Бэтменнің базасында тұтқында отыр. Бэтмен фанатик болғандықтан тіпті өз жүрегіне де бомба орнатқан. Бірақ жігіт Суперменді басқа жолмен жеңбекші. Жер астына Суперменді әлсірететін күн сәулесін шашатын лампаны қосқанда өлмейтін адам өз күшін жоғалта бастады. Бұл сәтті пайдаланған Бэтмен оны аямай соққыға жығуда. Бірақ та босап кеткен Диана досын құтқарып үлгерді. Енді Супермен Бэтменді өзіне бағындыру үшін санасын өзгертуде. Сонда жеңілгенін түсінген Бэтмен өзін жарып жіберген болатын. Диана КСРО-дан мәңгіге кетуді жөн көрді, өйткені қыздың Суперменнен көңілі қалған екен. Уақыт өте келе Лекс Американың президентіне айналды. Соның арқасында ақш экономикалық тұрғыдан қарқынды өсіп жатыр, ал КСРО-да президентке қарсы митингтер өтуде. Халық президенттің ауысқанын қалайды. Брейняк бастыққа Америкаға шабуылдауды ұсынғанымен Супермен шайқасудан бас тартып отыр. Осы кезде ол Америкадан КСРО-ға қарай әуеден қарсы күштің келе жатқанын көреді. Аспанға көтерілген президент көптеген жасыл сақиналы адамдарды көріп, олармен шайқасқа түсті. Бірақ олар көп болған соң Суперменді қоршауға алған еді. Сол кезде көмекке жігіттің бұрынғы досы Диана келеді. Диана оған Лекспен достасуды ұсынса да, Супермен одан бас тартуда, өйткені Лекстің арам ойлы екенін біліп тұр. Енді Диана бұл шайқасқа араласпас үшін Супермен оған қарсы шығады. Бірақ та әйел одан әлде қайда мықтырақ екен. Диана досымен қырылмай өз жолмен кетті. Ал ашу үстінде барлық қарсыластарын жойған Супермен ақыры Американың көзін жоймақшы. Қасына Брейняктың дамыған түрін алған Супермен енді жеңілместей болды. Бір кезде оған қарсы Лоис кішірейтілген қаланы алып шығады. Бұл Суперменнің диктаторлық позициясының белгісі. Супермен осыған дейін де қаланы қайта үлкетсе болатын еді. Кезінде Сталиннің бұл іске сен әлі жассың деген сөзін есіне түсірген жігіт оның шындықты айтқанын түсінді. Енді Супермен қайта еліне қайтып өз қатесін түземекші. Бірақ та Брейняк қарсы екен. Осы уақытқа дейін өтірік кейіп танытып жүрген киборгтың мақсаты бүкіл әлемнің патшасына айналу. Супермен жалғыз өзі киборгты жеңетін емес, сонда көмекке келген Лекс темір формасымен Брейняктың ішін теседі, ал Супермен киборгтың көзін жойған болатын. Бір кезде роботтың ішінде бомба іске қосылғанда Супермен әлемді сақтап қалу үшін оны космосқа алып кетеді. Сөйтсе Лекс осының бәрін жас кезінде жоспарлап қойыпты. Ақыры Супермен өлген соң президент өз орнын Олсонға тапсыруды шешті. Лекс өзінің соңғы сөздерін айтып тұрғанда Лоис халықтың арасынан қарапайым киінген Суперменді байқайды. Жігіт тірі қалған және Лекс секілді ол да жасырынуды шешіпті. Осымен біздің Супермен Красный сын атты киномыз аяқталады. Достар, видеоны соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет, және де лайк пен подписаться кнопкаларын басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше келесі видеода жүздескенше сау болыңыздар.